Ертеңіне мектебімізде қоңырау қағылып, оқу қайта басталды. Әнипа апайымыз жүзі қандай жылы, нұрлы болса, мінезі де сондай жұмсақ, аңқылдаған мейірбан жан екен. Алғаш классқа кіргенде мұз қатқан еденнен тайып жығыла жаздаған біз балалар ду күлгенімізде өзі де бізге қосыла күліп жіберді. «Мына еденде коньки тебуге болады екен», деді басын шайқап. Онан соң стол басына кеп класс журналын ашпас бұрын есік терезелерінің жел ызғыған бөлме ішіне айнала қарай тұрып, онан біздің жалаңаш жүдеу түрлерімізді көріп күрсініп алды. Күлімсіреген өңі көлеңке түскенде лезде жабырқау тартып, көз алдымызда өзі де жүдей бастаған. Мынадай класста анық бір сабақты толық отыру мүмкін емес еді. Балалардың көбінің киім-кешегі алым-жұлым, жыртық-тесік, шарық шоқайларынан не өкшесі, не башпайы көрініп жүреді. Кейбір балалар жыртық шарығының ішіне тығыздап сабан салып киіп алған. Жүгірген ойнаған кездерінде әлгі сабан жыртық тесіктен біртіндеп суырылып түсіп жүреді де, біраздан кейін сабаны тегіс түсіп, қолпылдап қалған шарығына қар кіре бастайды. Отыра қап шарықтың ішіне сабанды қайта тығып алады. Осындай түрімізді көрген Әнипа апай сабақты бірден бастай алмай, бәрімізге жабырқай қарап үнсіз тұрып қалған. Көшеде жүгіріп ойнап жүргенімізде тоңу дегенді білмесек те, суық класқа кеп қимылсыз отырған соң бойымыз тоңазиын деді. Жақ жүндеріміз үрпиіп күрк-күрк жөтеле бастадық. Кластың бүкіл бір жақ қабырғасын ала салынған, ошағы ауыз бөлмеден жағылатын кірпіші пеш болымсыз ғана жылып тұр. Бұрын қи жаққанда едәуір қызып кластың ішін жылтып тұратын, ал сабан отынға міз бағар емес. Үй сыпырушы Дәметкен апай от жағуды таң сәріден ақ бастаған екен. Міне қазір сәске кезі боп қалды, әзірге жылы қоятын түрі білінбейді. Мұхан ағай әскерге алынып, мектеп бір айдай жабық тұрған уақыттың ішінде мектептің отын қоймасындағы бір қысқа жетерлік кетіп жиналған қи ұшты-күйлі жоқ болып кеткен. Кім тасып алды, қашан алды, ешкім білмейді. Әлгінде сабақ басталардың алдында Әнипа апай байдалы шалға жолыққан, отынның қайда екенін сұраған. «Әй қарағым, мен отын күзетшісі дейсің бе, қайдан білейін?» деп байдалы шал шарт кетті. «Осы колхоздың отыннан басқа жұмысы да бастан асып жатыр. Енді оқу болмайды деп біреулер тасып алған шығар. Әне сабан түсіртіп бердім ғой, соны жаға беріңдер» деген. Сол сабанның жылуы міне уф деп үрлесең аузынан шыққан бу темекінің түтініндей бұрқырайды. Әнипа апай барып пештің әр жерінен бір сипап ұстап көрді де, тағы да күрсіне тұрып басын шайқады. Ақыры ойлана тұрып, «Балалар, мына класста көп отыруға болмайды екен, мен сендерге үйге оқуларыңа тапсырма беріп қайтарайын» деді. «Сонда біз класста оқымаймыз ба?» деп сұраған балалардың бірі. «Оқимыз, тек алдымен класты жылыту жағын ойластырайық. Қысқа деп жинаған мектептің отынын біреулер тасып апты. Ал сабанның қаншалықты жылытатынын өздерің көріп отырсыңдар. Мынадай суықта сендерді ауыртып аламын ғой». Сөйтіп Әнипа апай үйде оқуымызға тиіс тапсырмаларды тақтаға жаза бастады да, біз оны ілесе отырып көшіріп алуға кірістік. Апайымыздың жазуы біркелкі, маржандай ділген әдемі еді. «Мен мектептің отынын жағып отырған бір үйді білем», деді балалардың бірі өзіне өзі айтқандай жай сөйлесе де бәрімізге естіртіп. «Кімнің үйі? Ол кім?» дедік біздер жан-жақтан. «Әжібектің үйінен», деді әлгі бала. «Барғанымызда ылғи қи жағып отыратын өздеріңді көріп жүрсіңдер ғой. Әжібек сол қиды мектептің отынынан алмағанда қайдан алды?» «Рас-ей, рас» деп Әжібектің үйіне қашан бармайық, сары қиды маздатып жағып қойып отыратынын есімізге алғанбыз. Тақтаға тапсырма жазып тұрған Әнипа апайымыз да біздің сөзімізге елең етіп кейін бұрылған. «Әжібек кешегі бала ма?» «Иә. Егер мектептің отынын түсіріп алған сол бала болса, анықтап сұраңдар өзінен. Айқай-шу шығармай-ақ қайтарып алайық». «Апыр-ай, үйіне қашан барсаң да Әжібек жағасы жайлау боп, жып-жылы болып отырады. Сөйтсек біздің мектептің қысқа деп жинаған бар отынын түсіріп ап, қарық боп жүр екен ғой. Ой, оңбаған-ай, ой, мүттәйім-ай». Күзде Мұхан ағай өзі бас боп барлық оқушы балалар өгіз арбамен мына төмендегі қой қорадан 3 күн бойы тартқан қи ғой. Қыста рахаттанып жылы класста отырамыз деген есіл еңбегіміз. Бар рахатын түк істемеген Әжібек көріп жүр екен де, біз бір топ бала боп қазір мектептен шығысымен соның үйіне барып байқасуға бел байладық. «Бәріміз жабылсақ соған әліміз жетеді ғой», дедік күбірлесе күлісіп. Сөз байласқан балалар мектептен шыға Әжібектің үйіне келгенімізде ол төрінің алдында шалқасынан түсіп темекі тартып жатыр екен.
Үстелінің үстінде жарты тапаннан бір тостаған майға шыланған талқан, бір тостаған қуырылған бидай, құрт үйірмшік үйіліп тұр. «Я, оқымыстылар, мектепке кіргендеріңнен шыққандарың тез болды ғой», деді ол сол шалқасына жатқан күйде бізге бетінде бұрмастан. «Әлде сабақтан қашып кеттіңдер ме?» Біз ошақ алдында шашылып жатқан сары қидың сынықтарын бір-бірімізге ымдап көрсетіп үнсіз тұрмыз. «Әй, неге үндемейсіңдер? Әлде ана үстелдің үстінде тамақтарды көріп үндерің өшіп тұр ма? Темекінің арқасында келген дәмдер ғой», деп Әжібек сол бізге басын бұрмаған күйінде шірене сөйлеп жатыр. «Әлі осы ауылдың дастарханының ең дәмділері менің аузымда болады. Әжекең өстіп, ақау бекем деп әндетіп қойып шалқасына жатады. Оқыған сендер озар ма екенсіңдер, оқымаған мен озар ма екем, көрерміз». Біз сол үнсіз қалпымызда өстіп жатқанда үстінен барып бас салайық дегенде ымдасып сөйлесіп, бір-бірімізді сен баста дегенде итермелей бастағанбыз. Осы мезетте Әжібек басын көтеріп алды да қос танауынан түтінді бұрқылдата отырып: «Әй, көк соққандар, жүрістерің тым суыт қой, неғып состиып тұрсыңдар?» деді. «Мектептің отыны қайда?» дедік. Айқай жоқ, тоқай жоқ. «Қайдағы отын?» «Мектепке отынға деп күзде біз түсірген қише, міне ошағыңда маздап жанып жатыр ғой. Осыны қайдан алдың? Қазір бәрін қайтар. Сенің қырсығыңнан біз міне бүгін сабақты оқи алмадық». «Әй, сендер айтсам айтқанда көк соққан екенсіңдер», деді көз шатынап лезде ыза болған Әжібек. «Тіпті көкме екенсіңдер. Немене мектептің бар отынын түсіріп жинап ала қоятындай менің қарамағымда жұмысшыларым бар деп пе едіңдер? Және онша отынды қай жеріме жинайым? Отын жинайтын қорам да жоқ. Әне бар отыным ауыз үйде жатыр. Не сөйлеп тұрсыңдар? Өй, ақылдан жұрдай тобан аяқтар, қайтар дейді ғой. Нені қайтарам? Ал онда мына сарғиды қайдан алдың?» дегенбіз. «Мектептің отын қорасынан», деді Әжібек сабасына түсіп салмақтана сөйлеп. «Ең соңынан қидың қалған құтқан жинап алғаным рас. 3 қап ет, бір қабы таусылды, 2 қаптағы әне ауыз үйдің бұрышында үйіліп жатыр. Егер мектептерің жылытуға жетеді десеңдер, жинап алып кетіңдер». Біз не дерімізді білмей сілейіп тұрдық та қалдық. Айтса айтқандай, мұның отын қоятын қорасы да жоқ екен-ау. Мысымыз құрып енді не қыларымызды білмей, не шығып кете алмай, не отыра алмай бір-бірімізге қараймыз. Әжібекті нақақтан қаралап, жазықсыз ренжітіп алғанымызға жерге кірердей болып тұрмыз. Біздің осы жайымызды ұқтау деймін, Әжібекте енді ашуын басып, темекісін қумағайлана сорды да: «Әй, көкмилар», деді жайбарақат үнмен. «Не десеңдер де менің сендерден өзге серіктерім жоқ. Мен дегенде Құдайдың басқа салғаны осы шығар. Давай отырыңдар, темек тартыңдар. Сөйтіп естеріңді жиыңдар». Әлгіндегі жауар бұлттай боп түнеріп үдірейісіп келген түрімізден ізде қалған жоқ. Әжібектің алдында сол баяғы көк соққан қалыптарымызға түсіп, аптығымыз басылып, сүмірейісіп барып, отыра кеттік. Ол ұсынған газеттен бір жапырақтан жыртып алып шылым орадық. Әжібектің алдындағы әлгіндегі кінәмізді толық мойындағандай жерге қарай отырып, ащы түтінді бұрқылдата сорғанбыз. «Әй, көкме, түтінді босқа сорып, рәсуа етпе, ішіңе жұтып тарт», деп зекіп қалды Әжібек өзіне таяу отырған балаға. Мұнысы жалғыз оған емес, бәрімізге айтылған кінәрат еді. Түтінді текке сорып рәсуа етпей жұтуға тырысамыз. Удай ащы түтін тұншықтырып жібере жаздайды. Кеңсірігіміз ашып, тамағымыз жыбырлап, жарыса кеп қақалып шашалып, көзімізден жасымыз парлап, ит боп отырмыз. «Мектептің отын кім түсіріп алғанын мен білем», деді әлден уақытта шылымын тартып болған Әжібек. «Бірақ оның кім екенін айтпаймын. Басыма пәлездер жайым жоқ». «Я, Әжібек айтпаймын десе айтпайды. Егер қадалып сұрай берер болсаң, ол ашуланады да әлгі мазасын алған баланы желкесінен алып есігінен итеріп шығарады. Май құйрығынан қақайтып тұрып бір тебеді». Ал балаға енді қайтып Әжібектің үйінің есігінен ашу оңайға түспейді. Үйінен не бір табаннан, не бір жілік ет ұрлап әкелу керек. Сөйтіп келіп қана татуласады. Терезе қағылды да сырттан Мәридің: «Бәріңді де апай шақырып тұр», деп айқайлаған даусы естілді. Біз топырласа жүгіріп сыртқа шыққанбыз. Расында да Әнипа апайымыз көшеде Әжібектің үйінің тұсына кеп тұр екен. Қасында Мәри және бір-екі қыз бар. Мәри жартылай ер балаша, басына құлақшын, бұтына шалбар киген, үстіндегі шешесінің кішірейтілген ескі пүліш пальтөсі белін қынтитып, бойы ұзарып көрінеді. Қысқа қарай өзі әппақ боп ағарып, қасы-көзі қап-қара боп қиылып, әдеміленіп кеткен. Өзін-өзі еркін ұстайтын ақжарқын өжет мінезі де оны басқа қыздардан ерекшелеп тұратын. Қазір апайдың қасында тұрып, сүмірейіп шыққан біздерге мазақтағандай ақсия күледі. Ал күліп тұратын Әнипа апайымыз қабағын шытып, көзілдірік астынан сүзіле қарайды.
Сендер мұнда не қылып жүрсіңдер, деді. Біз үндей қойғамыз жоқ. Естімеген адамдай боп бір-біріміз аспанға қарап, біріміз күресін қарды шарығымыздың тұмсығымен тепкілеп, енді біріміз МТС-тан келетін жолға қараған боп тұрмыз. Балалар, мен сендерден сұрап тұрмын ғой, бұл үйге неге келдіңдер? Деді Әнипа-апай даусын сәл көтере қайталап сұрап. Біз бұл жолда үндей қоймадық. Мен сырқаттанып жатыр едім. Бұлар менің халімді сұрай кепті, деді үйінен біздің соңымызда ала шыққан Әжібек. Осы тұста бізге ара түсіп, өзі соның арасынша өтірік жөтелгенсіп, ауру адамша бүкшірейе қапты. Хө-хө деп ыңқылдап жөтеліп алды. Ойбай, белім-ай, сырқыратып әкетіп барады. Әнипа-апай оның ауырып қалдым дегеніне шынымен сенгелі тұр еді. Алайда осының бәріне көзі ұшқын шаша ойнақши қарап тұрған Мәри шыдай алмай сақылдап күліп жіберді. Ой, жаның шыққырай, өтірікті соғуын. Апай, мұның ауырған түгі де жоқ, сізді алдап тұр, деді Мәри саңқылдай сөйлейтін әдетімен бүкіл ауылға жар салғандай. Жаңа терезеден қарағанда бұлардың бәрі де темекі тартып отыр екен. Ей, сен қыз не сөйлеп тұрсың, деді Әжібек аяғын басып кеткенде шаңқ етіп. Темекі тартқан мен өзім ғана, мен оқымаймын, сондықтан не істесем де өзім білем. Ал мыналар жай қасымда отырды. Жоқ, бұлар да бір шылымды бұрқылтата сорып отырды ғой. Бұлар тартқан жоқ, тартты. Сен қыздың мен желкең дүзем ғой, деп Әжібек доқ көрсетіп осыған қарай тұра ұмтылмақ болған. Үзіп көр, деп Мәри Әнипа-апайды тасалана берді. Одан тілін шығарып мазақтай тұрып, бір қотырдың әлі қыздарға ғана жетеді, деді. Өй, бүйтпас, деді Әжібек бұрынғысынан да ыза болып. Қотыр, жә тоқтатыңдар, деді Әнипа-апай екеуіне де зеки сөйлеп. Онан соң сүмірейіп тұрған біздерге қарады. Бүгіннен соң мектептен шығысымен үйлеріңе қайтатын болыңдар. Оқу программасына онсыз да көп кейіндеп қалдыңдар, соны қуып жетуіміз керек. Ол үшін ешқайда бұрылмай үйге қайтып сабақтарыңды оқыңдар. Бұларды мен шақырмаймын, өздері келеді, деді Әжібек. Сен еркек ересексің ғой. Бұларға жаман қылықтарыңды үйретпе. Немене, мен сонда осыларға жаман болыңдар демекем, бәріне де адам болыңдар деймін ылғи. Ал жаман қылықтарды өздерінің үйінде үйренгендері. Мен қайтейін, үйренбе де, өйтіп айта алмаймын. Мендегі бар жаман қылықтар бұларды да болсын. Мен қор болып жүрген жоқпын ғой, бұлар да қор болмайды. Сен өзің үлкенмен салғыласып бетіңмен өсіп келе жатқан бала екенсің, деді Әнипа-апай кейін сөйлеп. Мен емес салғыласып тұрған өзіңізсіз ғой, пожалуйста, жолыңыздан жүре беріңіз, деді Әжібек те ызаланып. Ал мен қай бетіммен өссем, мыналар да сол бетпен өседі. Сен өзің неге оқымайсың? Оқуды қайтем. Қайткені қалай? Келешегіңді адам болуыңды ойламайсың ба? Мен оқымай-ақ болам. Мұнан әрі шыдамы таусылған Әнипа-апай, жүріңдер балалар, деп бізді соңынан ертіп мектепке қарай жүрді. Әжібек тісінің арасынан сыздықтата түкіріп қойып, сыңар езуле күліп қала берді. Былайырақ шыққан соң Әнипа-апай сәл кідірістеп біздерден. Сендер тауға шығып отын шаптыңдар ма? Деп сұраған. Біз бір ауыздан шапқанымызды және оны қолшаналарымызбен тасып сүйретіп Ырысбектің қорасына жинап қойғанымызды айттық. Демек ол отын өздеріңдікі ғой, деді Әнипа-апай анықтай түсіп. Өзіміздікі, өзіміз шаптық, өзіміз тасып әкелдік. Ендеше балалар, сол отынды қазір мектепке тасып алайық. Үй иесі әскерге кетіпті, иесіз қалған қорадан тағы біреу тасып әкетуі мүмкін. Онан да өзіміз аз күн болса да классымызды жылытып сабақ оқиық.